Қайырлы күн, мен Серікқали номер 33-ші жалпы орта білім беретін мектептің 10-шы сынып оқушысымын. Бүгінгі мен жобамның тақырыбы Қазақстанның интеллектуалды капиталы Асқар Жұмаділдаевтың феномені. Жобамның мақсаты қазақ ғылымының дамуына үлкен үлес қосқан тұлға, көрнекті математик, академик Асқар Жұмаділдаевтың өмірі мен ғылыми жетістіктерін зерттеу арқылы жастарға ғылым мен білімнің маңызын түсіндіру. Жобамның өзектілігі интеллектуалды ұлт қалыптастыру қажеттілігі, білімге табыну мен прагматизм идеяларын насихаттау, STEM және нақты ғылымдардың рөлі, ұлттық код пен жаһандық ғылымның үлесі. Жобамды 3 бөлімге бөліп қарастырдым. Біріншісі тұлғалық феноменді зерттеу. Асқар Жұмаділдаев 1956 жылы 25 ақпан Қызылорда облысы Шиелі ауданы Шиелі кентінде дүниеге келген. Асқар Жұмаділдаевтың ғылыми феномені әлемдік математикалық меккесі атанған Мәскеуден бастау алады. 1977 жылы Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетін үздік тәмамдаған. 1981 жылы осы университетте физика-математика ғылымдарының кандидаты атағын алған. 1988 жылы Стеклов атындағы математика институтында физика-математика ғылымдарының докторы атағын алды. Ғалымның ғылымдағы алтын дәуірі оның небәрі 32 жасында басталған. Ол Ли алгебрасының көптеген шешілмеген мәселелерін шешкен. Асқар Жұмаділдаев Қазақстан ғылымының әлемдік елшісі. Еңбек жолы 1980 жылы Қазақ КСР ғылым академиясынан бастаған. 1990 жылы 12 және 13 сайлаудан Қазақстан Республикасы Жоғары Кеңесінің депутаты атағын алды. 1990 жылдан 2000 жылдар аралығында Германия, Гамбург университетінде, Швеция, Италия сияқты университеттерден жұмыс жасаған. 2023 жылдан қазіргі уақытқа дейін Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының вице-президенті болып жұмыс атқарып келеді. Ол әлемдік гранттарды жеңіп алып, Қазақстандық ғылымның бәсекеге қабілеттілігін іс жүзінде дәлелдеді. Оның марапаттары: Сорос қоры, Интес гранттары, Гумбольдт стипендиясы, GSPS гранты, Қазақстанның еңбек ері атағына ие. Ғалымның шетелден алған шақыртулары. Ол көптеген әлемге әйгілі университеттерден шақырту алған. Соның бірі Гамбург, Мюнхен, Бильфельд, Ньютон сияқты көптеген университеттерден шақырту алған. Ғалымның еңбектерін 3 бағытта қарастырдым. Біріншісі ғылыми зерттеулер. Оның негізгі зерттеу бағыттары Ли алгебралары және олардың қолданылуы, кванттық алгебра. Асқар Жұмаділдаев әлемдік деңгейдегі математик ретінде 100-ден астам ғылыми мақаланы халықаралық ғылыми журналдарда жариялаған. Кітаптары мен оқу құралдары. Асқар Жұмаділдаев тек ғалым емес, сонымен қатар математиканы түсіндіруді халыққа жақындатқан ағартушы болған. Оның белгілі кітаптары математика және өмір, математикалық әңгімелер және тағы да басқа. Ғылыми ағартушылық қызметі. Асқар Жұмаділдаевтың еңбектерінің маңызды бөлігі математиканы насихаттау. Ол оқушылар мен студенттерге арналған арнайы лекцияларды оқыған, математикалық олимпиадаларға дайындаған. Мен ғалым туралы қызықты деректерді жинақтадым. Соның бірі ол болашақ бағдарламасы туралы президентке ұсыныс айтқан. Қазақстан Конституциясында Қазақстан президенті қазақ тілін жетік меңгеру керек деген ұсынысты айтқан. Тұңғыш қазақ президентінің жалақысын есептеген. Зерттеу бөлімінің 2-ші бөлімі ғалым идеяларын талдау. Біріншісі прагматизм, есеп білмеген есік бағады. Ғалымның бұл прагматизмі бұл құрғақ есеп емес, уақыт пен білімнің елдің игілігіне жарату. Математикалық логика кез келген табыстың кілті. Егер адам ойлау жүйесі дұрыс болса, ол кез келген салада қателеспейді. Білімге табыну интеллект ең қымбат тауар. Асқар Жұмаділдаев қоғамда диплом культінен білім культіне көшуді насихаттайды. Нағыз байлық банктегі есеп-шот емес, бастағы ақыл. Ғалым цифрлық дәуірде интеллектуалды еңбек қана адамды еркін және тәуелсіз ететінін айтады. Ұлттық мүдде намыс пен ғылымның бірлігі. Ғалымның ұлттық мүдде туралы көзқарастары интеллектуалдық патриотизмге негізделген. Қазақстан әлемдік аренадағы намысы тек спорт немесе мәдениет емес, ол ғылыми жаңалықтар мен жоғары технологиялар. Талдау нәтижесінде интеллектуалдық портрет жүргіздім. Асқар Жұмаділдаевтың медиа кеңістіктегі бейнесі ойшыл прагматик. Логика, яғни математикалық ойлау, намыс ұлттық бірегейлік, еңбек нақты нәтиже деп атап кеткен. Ғылыми зерттеуінің 3-ші бөлімі ғылыми биіктікті талдау. Біріншісі Ли алгебрасының ғалымның басты ғылыми ерлігі. Бұл жаңалық физика мен кванттық механикадағы заңдылықты түсінуге жол ашады. Екіншісі төртқара және төрткен алгебралары ұлттық брендке айналды. Ғалым өз ашқан жаңа математикалық құрылымдар мен тепе-теңдіктерге қазақтың ру-тайпалық атауларын берген болатын. Оның жетекшілігімен көптеген физика-математика ғылымдарының докторлары мен кандидаттары даярлаған. Жұмаділдаев 60 жасында осындай есепті ұсынған болатын және жауабын тапқан адамға $100 беретінін айтқан. Бірақ та осы есепті ешкім шығарылмағанымен, СДУ-дың 1-ші курс студенті және Кенесова осы есептің жауабын тапқан үшін оған $100 ұсынған.
Дегенмен де қазіргі таңда осы есепке $500 тігіп отыр. Зерттеу қорытындысы бойынша Жұмаділдаевтың табыс формуласы, яғни табыс сол терең білім мен үздіксіз еңбектің қосындысына ұлттық намыстың көбейтіндісіне тең. Мен осы жоба аясында Жұмаділдаевтың 7 алтын қағидасы атты жасөспірімдерге арналған чек-лист әзірледім. Бұл оқушының күнделікті білім алуына мотивация беретін құрал. Уақытыңды босқа өткізбе, ол сенің басты ресурсың. Диплом үшін емес, біліктілік үшін оқы. Есеп шығару миды шынықтырудың ең жақсы тәсілі. Өз тіліңді біл, бірақ әлемдік тілде сөйлей ал. Сын айтпас бұрын, өзің сол салада нәтиже көрсет. Прагматик бол, әрбір алған білімің ертең іске асуы тиіс. Намысты бол, сенің білімің еліңнің мерейі. Зерттеу жұмысымды қорытындылай келе, Асқар Жұмаділдаев тек қазақ ғылымының ғана емес, сонымен қатар бүкіл ұлттың интеллектуалды бренді екенін айқындады. Оның формуласы білім, намыс, еңбек кез келген қазақ баласын әлемдік биікке жетелейтін әмбебап жол.